Елбасымыздың шешімімен шілденің 1-ші жексенбісі ұлттық домбыра күні болып жарияланды. Домбыра қазақтың киесі, қасиеті, қазынасы. Қазақ пен домбыра егіз ұғым ғой. Домбыра күнінің белгіленуі бұл рухани жаңғыру бағытындағы ең сүбелі тірліктердің бірі болмақ. Жазды күні шілде болғанда деп Абай атамыз айтқандай, көкорай шалғын бәйшешек ұзарып, өсіп толғанда, бүкіл қазақ даласы күмбір-күмбір күй төккей, көктегі күн нұр төккей, домбырасын қолға алғай, әулетте ән салғай. Дариға, домбырамды берші маған, жаныма, келші жарым, келші балам деп, Мұқағалиша толғайық. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп қадырша қайырайық. Ұлы ұлттың баласы, ұлықта домбыраңды деп, аудандық кітапхананың кітап қорындағы ұлттық аспабымыз домбыра туралы кітаптарды және нақыл сөздерді назарларыңызға ұсынамыз. Әбуғазы Мұрат, қазақтың домбыра өнері. Бұл кітапта домбыра аспабы мен күйшілік өнер жан-жақты кешенді түрде зерттелген. Кітап 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде домбыра аспабының шығу тегінен бастап күйшілік өнердің қалыптасуы және оның даму кезеңдері, тарихы және мәдени тұрғыда қарастырылған. Екінші бөлімінде қазақ даласында қалыптасқан дәстүрлі күйшілік мектептер, олардың көрнекті күйші композиторлары және күйші орындаушылар жөніндегі мол мағлұматтармен қатар ең таңдаулы күйлердің ноталары белгіленген. Үшінші бөлімде домбыра аспабының жасау жолдары мен атақты шеберлер, күй өнерін зерттеуші ғалымдар туралы айтылған. Жұмагелді Нәжімеденов, домбыра ойнау оңай ма? Қазақтың домбыра аспабын қысқа мерзімде, тез, әрі сауатты тартып үйренудің көпшілікке қолайлы қарапайым тәсілі бар. Ол сандық нота жүйесі. Арнайы үйрету әдістемесі қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланып отырған бұл кітап қасиетті қара домбыраны әлемнің қай түкпірінде отырып, қай ұлттың өкілі де өз бетінше үйрене алатындығына келіп болатын басылым. Мұсайын Құсайынұлы, Алтай қобда домбыра күйлері. Кітапта Моңғолияда тұрақталған қазақ халқының домбыра күйлері берілген. Мұнда әдет-ғұрып, тұрмыс-салт, тарихи күйлер, жылқы және жануарлар туралы туындылар, табиғат, авторлық күйлер болып жүйеленген.